Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Баршаңызды шын жүректен келе жатқан ұлы жылмен құттықтаймын. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, дәмі керемет болып шығатын вупи пай тортын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды саламыз және де жақсылап кішкене көпіргенше араластыратын боламыз. Міне осындай әдемі болып көпіріп, түсі өзгеріп, әдемі болып шығу керек. Келесі кезекте осы сливочный масламызбен шоколадымызды микроволновкаға немесе буда ертіп дайындап аламыз. Міне осы жақсылап араластырып жібереміз. Және жұмыртқамыздың үстінен аз-аздан құйып отырып араластыратын боламыз. Бірден бәрін құйып жіберуге болмайды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Құрғақ қоспаларымызды дайындаймыз. Ұн, какао, разрыхитель үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай түйіршіктері болып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде осындай електен өткізіп жіберіңіздер. Және де бірден араластырып жібермейміз. Бірінші миксерімізбен кішкене осылай араластырып аламыз. Өйткені ұнымыз жан-жағымызға шашырап кетеді. Енді араластыратын боламыз миксермен. Міне біздің тестамыз дайын. Келесі кезекте пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Және осындай пергамент бумагаларына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша размерін өлшейсіздер. Мен бұл жерде 20 диаметрде жасап жатырмын. Қатты үлкен емес. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Егер үлкендеу жасағыларыңыз келетін болса, кольцоларыңызды үлкейте бересіздер. Осындай қолданылған пергамент бумагаларын алып қойып, келесіде қолдануға болады. Міне осылай ручкамен сызып дайындап аламыз. Әр қағазымызға осылай 3 қасықтан салып, жайып шығатын боламыз. Менде 6 коржа шықты. Міне осылай қасықтың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста 7 минут пен 10 минуттың арасында пісіріп аламыз.
Кождарымыздың барлығын осылай кішкене жанына шығарып солай жағатын боламыз. Піскен соң өзіңіздің жаңағы өлшеген кальцияңызбен бірдей етіп кесіп алу үшін міне осылай бірдей етіп барлығын крем жаққанға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Кождарымыз дайын. Келесі кезекте кремін жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бір ыдысымызға творожный сырымыз бен сахарный пудрамызды салып, іртігі жазылғанша әдемі қою болғанша араластырып аламыз. Және де сливкеміздің үстінен салып, тағы да қою крем болғанша араластыратын боламыз. Міне осымен креміміз дайын. Ең алдымен осылай кішкене астына кремін жағып жібереміз, жылжып кетпеу үшін. Және де бірінші коржымызды үстіңгі жағын астына қарата салатын боламыз. Осылай 2-3 қасық кремнен салып жағып шығатын боламыз. Кальцияның ішінде жаққандықтан осылай қасықпен жаққан ыңғайлырақ болады негізінде. Қалауларыңыз бойынша осылай жағып шыға берсеңіздер болады. Не осылай корж крем етіп барлығын осылай әдемілеп салып шығатын боламыз. Міне жақ болған соң осылай кальцияңызды шешіп алып, жанындағы кремдерін осылай жанына бір тегістеп жағып шығатын боламыз. Одноразовый мешогымызға осылай кремді салып, бір жанынан полный барлығын қаптап шығатын боламыз креміміз бен тортымызды. Бір тегіс жағылу үшін осылай жасап шықсаңыз болады. Шпательдің көмегімен осылай тортымыздың жанын тегістеп шығамыз. Торттарыңызды сәндеуде, әрлеуде өз еріктеріңізде, қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне осылай бетін, жанын, барлық жағын осылай тегістеп аламыз. Міне осылай белгі қойып шығамыз. Бұл жерде Аяз атаның басын жасайын деп жатырмыз. Сол себепті осылай зубочистканың көмегімен жаңағы белгі қойып шығып жатырмыз. Бір тегіс шығу үшін осылай бір ыдысымызға, бөлек ыдысымызға жаңағы Аяз атамыздың шапкасын жасау үшін қызыл краска жасап аламыз, ал қалғанын бөлек мешокқа салып аламыз. Бұл жерде мен сұйық осы красканы қосып жатырмын, бірақ бұл маған қанық қызыл түс шығармағандықтан мен бұған құрғақ краскадан қостым. Яғни екі түрлі краскадан шығарып отырмын бұл қызыл цветті. Мешогымызды осылай қайырып жіберіп, ұшын қиғаштау етіп кесеміз, сонда осылай ирелек етіп шығады. Ортасынан осылай белгі қойып алыңыздар.
міне ақ кремімізбен осылай гүлдеуіш жасап шығатын боламыз. Екі көзіне осына кішкене ғана шоколадты буды ертіп аламыз. Соны құйып шығатын боламыз. Міне осымен біздің жаңа жылдық тортымыз дайын. Құрметті көрермендер, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі күшті болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.